Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыз бүйрек жұмысына әсер ететін факторлар. Бүйрек жұмысының әсер ететін факторларды сипаттай алатын боламыз. Негізгі ұғымдар: бүйректің қызметі, тамақтану рационы, тұздың тұрақты құрамы, физиология, биологиялық сүзгі. Енді балалар, біз бүйректің құрылысы туралы, қызметі туралы білеміз, бірақ соны есімізге түсіре кетейік. Бүйрек ағзадағы қанның химиялық құрамын тұрақты деңгейде ұстап тұруға және артық заттарды сыртқа шығаруға, сұйықтықтың тепе-теңдігін қамтамасыз етуге жауапты негізгі мүше болып келеді. Сондықтан оның негізгі сүзу қызметін нефрон атқарады деп өткен сабақта біз айттық. Сондықтан бүйректің капсула, қыртыс қабат, мейлі қабат, нефронның қызметін біз алдыңғы сабақтарда біліп алғанбыз. Соны да есімізге түсіріп отырамыз. Енді осы бүйректің жалпы осындай қызметіне ішкі және сыртқы екі фактор ғана әсер етеді. Оған біз ішкі факторға генетикалық фактор, гормондық реттелу, қан айналымы, ағзадағы токсиндардың деңгейін жатқызуға болады. Сыртқы факторлар: тамақтану, сұйықтықтың тұтынуы, дәрі-дәрмектер және әртүрлі улану үдерістерімен қарастыруға болады. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бүйректе жағымды әсер ететін әрекеттер біздің дұрыс тамақтануымыз, белсенді спортпенен шұғылдану арқылы салауатты өмір салтын сақтауымыз, тұрақты түрде дәрігерге үздіксіз қаралып тұруымыз қажет екен. Бұл біздің бүйрекке жағымды әсер етеді. Енді кері әсер ету үдерісі әрине дұрыс тамақтанбау және зиян заттарды қолдану, әртүрлі дәрілерді ауырып тұрмын деп интернет арқылы немесе біреудің кеңесімен іше салуға мүлдемге болмайды. Сондықтан белсенділіктің төмендеуі, осының барлығы кет белгілі бір ауруларға ұшырады. Мысалы, қант диабеті деген қауіпті ауру бар екен, біз жақсы білеміз. Және де осы ағза белгілі бір ауруға ұшыраған кезде қан қысымының өзгерістері пайда болады. Енді осыдан сақтану үшін ең бірінші біз дұрыс тамақтана білуіміз керек. Күндегі тамақтану ережесінен қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастаған дұрыс. Оның орнына қажетті көкөністерді пайдаланған дұрыс. Бүйрек ағзаны тазарту қызметін атқарады. Артық сұйықтық, зат алмасу өнімдерді сыртқа шығаратынын біз білеміз. Сондықтан да майлы ет пен балықтың көп мөлшерінде қолдануға болмайды. Олар ағзаның жұмысына зиян екенін біз жақсы білеміз. Енді балалар, осы жаңағы айтқан ішкі және сыртқы факторларды салыстырып қарастыруға болады. Сіздерге түсінікті болу үшін ішкі факторлар және сыртқы факторлардың салыстырмалы кестесін көрсетейін. Анықтамалар: жалпы организмнің ішінде туындайтын физиологиялық немесе биохимиялық процестерге байланысты факторлар. Сыртқы факторлар дейміз: қоршаған орта, өмір салты, тамақтану, дәрі-дәрмек, басқа да әсерлерден туындайтын фактор. Әсер ету жолы қандай болады? Организм табиғи процестері арқылы көбіне автомат реттелу механизмдерге байланысты өзгереді. Сыртқы фактор қоршаған орта немесе адамның әрекет арқылы бүйрекке әсер етеді. Мысалдар: гормондық бұзылыстар, қан қысымы, генетикалық аурулар. Сыртқы факторларды тамақтану, дәрі-дәрмекті қолдану артық мөлшерінде және улану. Зиянды әсерлер организмнің ішкі тепе-теңдігінің бұзылуы арқылы бүйректе қызметі төмендейді. Сыртқы факторлардың ұзақ мерзімнің әсерінен бүйрекке сүзу қабілетін нашарлау немесе зақымдайды. Мысалы, дұрыс тамақтанбасақ, біз бұл бір күндегі әрекет емес қой.
күндегі тамақтану ережесін бұзып, зиян тамақ қолданса, ол жүре созылмалы бүйрек ауруларына әкеліп соғуы мүмкін. Бақылау мүмкіндігі. Генетикалық немесе физиологиялық факторлар толық бақылау өте қиын болады. Кейде ол бақылауға да тұрмай қалуы мүмкін. Ол бізге түсінікті деп ойлаймын. Сыртқы факторлар көп жағдай алдын алуға немесе бақылауға болады. Жаңағы айтып кеткендей, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту арқылы біз өзімізді сыртқы факторлардан сақтауға мүмкіндігіміз бар. Енді балалар, бүгін сабағымызды қорытындылай келсек, бүйрек жұмысының әлсірейді қандай жағдайда деген бағанағы айтқандарымызды қайталап айтып кетейік. Әртүрлі бактериялардың әсерінен бұл суыққа тоңу үдерісте болуы мүмкін. Және жеке бас гигиенасын сақтамаудың әсерінен артық мөлшерінде дәрі-дәрмекті қолдану, дұрыс тамақтанбау. Қазіргі кезде бас бұттары өте көп мөлшерінде балалар тамақтанады. Бұл бүйрекке өте зиян екенін есімізге сақтайық. Шылым шегу және басқа да енді ішімдікке ұқсас заттар, газдалған заттарды қолдану, тұзды артық мөлшерінде қолдану, ағзаға белгілі бір осының бәрі әсер еткен кезде ағзаның температурасы көтеріле бастайды. Сол көтерілудің әсерінен ағзада белгілі бір бүйректе ақау пайда болды деген сөз. Алдын ала сол кезде дәрігерге қаралып отыру керек. Өздеріңіз мына жерде көріп отырсыздар, мынау сау бүйрек, мынау белгілі бір зақымданған бүйрек. Осындай дұрыс тамақтану ережені дұрыс сақтасақ, біз деніміз сау болады. Егер зиянды заттарды қолданған жағдайда бүйрегіміз осындай ауруларға ұшырауы мүмкін екенін есімізге мәңгі сақтап жүруіміз керек. Сондықтан біз дұрыс тамақтану керек, күнделікті суды ағзаға қажетті мөлшермен қолдану керек. Шектен тыс артық тақ қолдануға болмайды. Төмен мөлшерінде тақ қолдануға болмайды. Күнде 1,5 литр, 2 литр мөлшерінде су ішуіміз керек. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, біз спортпен шұғылдану керек, дұрыс тамақтану керек, және де дұрыс киіне білу керек. Сонымен қатар біз мына жерде дұрыс ұйықтау керек, уақытты дұрыс пайдалану керек. Бұның бәрі балалар біздің күнделікті ережеде қолдануға, сақтауға тиісті әрекеттер. Бізге қарапайым болуы мүмкін, бірақ сол қарапайымдылық зиянды заттарды немесе мән бермеудің әсерінен біз белгілі бір бүйрек ауруларға ұшырауы мүмкін екенін есімізге сақтайық. Енді балалар, жаңағы тақырыбымызды қорытындылай келе, мынандай бір тапсырмаларды орындап жүрейік. Бірінші тапсырма: ішкі және сыртқы факторларды сәйкестендіріп құпия санды анықтаңыз дейді. Мына жерде факторлар берілген: генетикалық, поликиста, тұзды тағамдарды артық тұтыну, қан қысымының жоғарылауы, ауыр металдармен улану, гормондық бұзылыстар, физиологиялық белсенділік ағзадағы. Енді осылар ішкі факторға қай сандар жатады, сыртқы факторға қай сандар жатады, анықтай қойыңдар. Жақсы, рахмет. Қарайық. Бірінші санымыз ішкі фактор 135 деген құпия сан шықты. Сыртқы факторларға 246 деген құпия сан шықты. Жақсы. Келесі тапсырма. Балалар, логикалық бір тапсырма орындап көрейік. Егер бүйрек адамның ағзасында сүзгіш рөлін атқарса, ал сізге оның қызметін қорғауға арналған бағдарламаны ойлап табу керек болса, оны қалай жоспарлар едіңіз? Бүйрекке әсер ететін ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, 3 қадам ұсыныңыз. Жақсы, ойланып ұсынды деп ойлаймын. Енді мына жерде қысқаша мен өзімнің сіздерге мисал ретінде нұсқамды ұсынайын. Ішкі факторларды бақылау, сыртқы факторлардың алдын алу, қорғау және алдын алу бағдарламалар.
Менің жасаған жобам осындай болды. Енді сіздерге қажет болып танысқыларыңыз келсе, мына жерден оқып өздеріңіз бейне сабақты тоқтатып қойып оқып танысуларыңызға болады. Енді осы тапсырманы орындаңыздар. Бүгінгі сабаққа зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.